сол өмірлерде біз айтамыз әлі ноғай деген қайдан шыққан деп. Ноғайдың бастап шыққанын айтқан заманда Бичурин деген әлім болған. Орыс әлімі. Ол язады собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена деп. Ол бірінші томы, екінші томы бар. Сол бірінші томында язады ол. Ноғай деген сөз 5-ші өмірден, өте 600-ші бірзат елларда шыққан, как тотем болып Орта Азияның халқларында. Әлі бүгін біздің ноғайлармен қазақтар ұрысадылар. Ноғайлар айтадылар, біз мында шыққанбыз, біткен Кавказда yaşağımыз біздер. Мағыры ноғай деген сөз Орта Азияда шыққан еще міне 5-ші өмірде, еті 600-ші еллар, білесің ме? Ал ендігі сол орыс әлімі Бичуриннің айтқаны ноғай әлім Турцияда yaşайтан. Анкарада 1998 жыл кітап шығарған кішкей брошюра Сами ноғай деп. Сол Сами ноғай язады. Ол язады. Түрк империясы болған. Мұны мен айттымша ол Тынық океаннан, Тихий океаннан алып тұрып, тап о міне Дунайға дейін барған бұрынғы заманларда. Не десе, гунлар, саклар, переселение народу болған көшпелі халықлар сол заманда жүргенлер онда мұнда. Сол көрі міне сол заманда Сами ноғайдың yazуына көрі, ол yazушы, тарихшы. Сами ноғайдың yazуына көрі, Түрк империясында соның конфедерациясы болғанда, бүгінгі сөзбен айтқанда авар деген, апар деп айтадылар. Авар қағанат дем білесіз, государство бұрынғы заманда. Сол государствода 492-506 жылларда ноғай деп ел басшысы болған. Көресімен, ол тек бұрынғы монголдың сөзі тұл ноғай деген. Біз ескіміз не деп атқан. Еще 5-6 өмірлерде yaşаған адам, авар қағанатын адамы акастын ноғай болған екен. Біз білмейміз о затларды. О қайдан алғанын yazбайды автор, Сами ноғай yazбайды. Мен білмеймін. Мен іздедім көп бұлақларды, источниклерді, таппадым. Белгілі болғанды yazатағанdır. Айтатағаным сондай біздің бұрынғы ерларымды әлі айттық. Бастап онда әлі көп зат айтпа болмаймын мені. Көп затлар айтпа болмаймын. Не десе, сол күлтегін Тонгоктың ақында 7-8 жылларда болған болса, сол бұрынғы өкіметлер, көк түрклердің өкіметлері қағанатлар деп айтадылар. Түрк қағанаты деп. Сол қағанат бұзылып, бірінші, екінші түрк қағанаты құрылған заманда, еще сол заманларда екінші қағанат құрылған заманларда yazу тайып, таста yazу тайып, 11-ші өмірде, 9-ші өмірде басқа заттар келеді. Ол заман араплар еще араплардың дүниясы келеді, ислам заманы. Сол заманда ол соғыстар етіп, мұналарға yazу келеді. Онdan алдында
Орхон Енисей жазуларының алдында соң тағы шыққан ұйғыр жазулары деп, ұйғыр жазулары, ұйғыр найман жазулары деп түрлі жазулар болғанлар. Соның үшін біз бір білімсіз, бір затты білмейтін халықты біздің қанымызда, біздің түрік тамырларымызда көп заттар қалғанлар. Ол заттар халықтың есінде қалған. Ол заттар ноғай тамғаларында да бар. Тамғаларында, ноғай тамғаларында сол бұқалардың элементтері қалғанлар. Міне әлі айтамыз, біз ноғай тілін үйренмейді, ноғай адабиятын үйренмейді деп айтамыз. Міне қара, міне әлі аз болса да бізде бар міне жиынтық. Мынау бек пайдалы, кішке болып шыққан болса да бек пайдалы. Міне Аминат Құрмансейітова Байтаректің байлығы деп шығарған. Шошы кітапте бір затта бар. Міне ноғайдың адабияты қай заман түрілген, ноғайдың жазуы қайдан терең түп тамырлары міне кітапте алып оқысалар. Мен ойлаймын школадың, мектеплердің кітабында де, районның кітапханаларында да бар болар деп ойлаймын. Сосын кітапты алып оқысалар біраз заманға, балаларға көп зат айтылар. Біздікілер білімін өстірмеділер. Оқытушыларды мен күнәлемеймін, олар да қиын яшар еділер. Егер сен өзің халыққа пайда, балаларға пайда берек болса, сосы кітапларды оқыма керек еді деп ойлаймын мен. Мен сөйтіп ойлаймын, тек олар ту, оқытушылар ту. Сол біздің жыраулар да, жазушылар да, көбісі көп затты оқымадылар. Айтадылар, біз интернеттен білеміз деп. Интернетте қағып соғып өткенмін, бір басқа, сен кітапты оққан зат басқа зат. Ол мәнелі, ол асқа да, еске де қалады сіңіп. Мен айтадағым со. Оннан басқалай. Міне сосы кітапты Исаак Апаев жазған, бессмертная смерть, өлімсіз өлім деп. Сосы кітапты де бәр затта бар. Ноғаймен байланысты, ноғайдың бұрынғы, ноғайдың ата-бабалары, қыпшақлармен байланысты, сол Көтен хан да бар, Көтен хан деп орыстар айтады. Солардың бәр заты да мұның ішінде бар. Мұны просто ялқпай, мәне беріп оқу керек. Сосы кітаплерді оқыға, оқытушыларға көп заттар өздері білмеу бар, балаларына да айтпау олаяқлар деп ойлаймын. Мен айтатағаным, сол біз айтамыз, міне қазақ тілі бұлай алай, қазақ тілі де, ноғай тілі де бір тіл, қарақалпақ, үшеуі, олар енді юық тілдер, егіздер де олар. Әлбетте олардың өкіметтері бар, бізде өкімет жоқ. Жоқ болса да біз өзіміздің жазуымызды, өзіміздің затымызды мұтпағамыз. Сол Алла шүкір. Ноғайлар да, сол қыпшақ ноғайлардың тұқымлары, қыпшақлар, найманлар, басқа халықлар, олардың өкіметтері болған өз заманларында. Олар да сол мен айтатаған ұйғыр yazуларын, ұйғыр найман yazуларын құлланғанлар бір заманда. Онан соң араплар ислам дейған заманда, Орта Азияға, Кавказға яғанда біз араб тілінде оқығамыз. Бұнауда сол араб тілде шыққан кітаплердің ақында да сол Аминат Құрмансейітова кетеді. Соның үшін менің айтатағым сөзім мәнесі, біз айтқан заманда ойсыз соусыз халықты, біздің терең тамырларымыз бар. Сол зат бізге, сол затты біз балаларымызға, біздің оқытатын балаларға соңын сіңдіре алмаймыз. Жүрегіне, қанына, есіне. Сол біздің борыш болады. Бұл айтқан заманда.
Mine tағы да mine bir kitap da mine үлкен kitap mında Tatarlar hem еврейлерден kitap yazgan mine bu Tatar Fatih mine munda buna da yazdı. Qara mine Qıpşaqlar қайдада yaşaганлар Qıpşaqlar ketкен zamanda сол переселение народов мира деп айтады. Сонда кетеді. Qıpşaqlar кеткенде o bizim ата-бабаларымыз Мында құжыр затлар бар. Міне оказывается, міне Киевский Русь деп айтамызшы, Киевский Русь деп. Ол өз заманында сол 12-ші, 10-ші өмірлерде, жүзіліқларда тілі, сол Киевтің яшаушылардың тілі, оказывается, түр-түр Қыпшақ тілде сөйлегендер. Сол орыстардың дін кітаптарында қалғанlar. Ендігі сол Киевский собор деп бар да оларда зат. Соның 1500 жылғы байрамшылаған заманда шығып, сонда сол проповедь оқығанда міне айтады, не істеп айтады, мен оны оғаш айтып болмаймын. Проповедь оқидылар. Соны оқыған заманда сол священник олардың, сол затты православный священник сол сөздерді зат Қыпшақ тілінде айтады. Құдай дейді, Құдайдың алдында дейді, бүтін дейді, бәрі деген. Бүтін адам жүрегі ашық тұрмар дейді. То есть, перед Богом, когда стоишь, ты должен быть открытым сердцем стоять дейді. Көресің ме қайда? Ол сол тілде проповедь оқығанлар. Білесің ме? Біз місесімейміз. Бізде бұрынғы yazушы затлар бар. Бізде Шалқиыз, Асан Қайғылы. Ондан алдында болған бізде Сыбыр Айрау деп болған. Ондан алдын болған Кетбұға дейін Ирау. 12-ші, 11-ші, 12-ші өмірлерде yaşаған.